Сәлем достар, үй жағдайында осындай қарапайым әрі тез дайындалатын пирогты қалай жасау керек екенін көрсететін боламын. Қажетті ингредиенттер мыналар: жұмыртқа, 1 стакан сүт және 1 стакан ұн, шым тұз саламыз, осындай көлемдегі песок, сонымен қатар разрыхитель теста, ванилин. Және мен үнемі аппаратпен қолданамын, осындай аппарат. Сонымен қатар кокосовая стружка, бұл оформление үшін, және сгущенка. Ең алдымен осындай таба алып аламыз да 3 жұмыртқаны ішіне ағын да сарысын да қосып саламыз. Одан кейін ештеңені араластырмай тұрып, дайындап қойған песогымыздың барлығын үстіне сеуіп жібереміз. Жұмыртқа мен песокты осылай аппаратпен жаңағыдай сұйық болғанға дейін араластырамыз. Үстіне кішкене ғана тұз саламыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай, мен тек жарты қасық қана салып жатырмын араластырып. Одан соң сүттің барлығын құйып жібереміз де тағы да аппаратпен араластырамыз. Сүтті құйғаннан кейін мен үнемі ұнды осылай араластыру барысында салам, яғни барлығын бірге салып жібермей, керісінше аппаратпен араластыра отырып салған кезде жаңағыдай жиналып қалған бөліктер қалмайтын болады. Көріп тұрғандарыңыздай, осы видеодағыдай сұйықтық шығу керек. Онан кейін разрыхитель теста мен ванильный сахардың барлығын салып жіберемін. Видеоның басында сұйықмай туралы айтуды ұмытып кетіппін, ренжімеңіздер. Осындай кішкене ғана ас қасықпен 1 ас қасық немесе 2 ас қасық сұйықмай қосып араластырып жібереміз. Дайын болған сұйық қоспаны осындай табаға, арнайы тортқа арналған табаға құйып, менде бұл 24 см үлкендеу да. Содан соң пешке салып жібереміз. Достар, міне мынандай дүние дайын болды. Яғни қатты ісіп те кетпеген, қатты жатып та қалмаған арнайы. Мен оны сочный болу үшін ортасын осылай пышақпен әдемілеп ашам да, содан соң сгущенка жағам. Себебі сгущенка осы пирогтың ішіне сіңеді, яғни бетіне жағатын болсақ, ол сіңбей қалады. Сондықтан да мен осы нанды жеріне, яғни ішкі бетіне салып, холодильникке біраз уақытқа қойып қоямын. Сол кезде пирогтың іші творожный пирог сияқты өте сочный болып шығады. Одан кейін осындай оформление жасау үшін мен үстіне тағы да сгущенка жағамын. Себебі кокос дәндерін ұстап тұру үшін, яғни сгущенка соның барлығын ұстап тұрады. Және орео шоколадын алып қойдым, бетіне әр жерге қойып шығу үшін. Достар, қараңыздар, мен осылай сәндедім және менің пирогым дайын болды. Үй жағдайындағы. Егер ұнаған болса, лайк басыңыздар, комментарий қалдырыңыздар, сақтап алыңыздар.